Ассаламу алейкум ағайын. Мен мына акварельный красканы Қытайдан заказ беріп алдырдым. Маркету KZ арқылы. Оның алдырған себебім біздегі мына СНГ-дағы акварельный краскалардың барлығы тек қана не Санет немесе тағы да басқа Луч деген сияқты орыстардың фирмаларының ғана краскалары екен. Сол себепті мен Қытайдың Рембрандт деген краскасын заказ бердірдім. Маркету KZ-тен, кешіріңіздер. 2 аптаның ішінде келді, 14 күннің ішінде келді. Тез келді. Енді жаңағы айтсам, не десем екен, күтпеген жағдай. Мен бұндай кішкентай екен деп ойламадым. Шамамен 15 мыңға шықты. Қолға ұстаған ыңғайлы екен. Әдісі темір. Ішінде былай ашылады. Былай палитра болады ма жағында. Қолға ұстаған ыңғайлы екен. Астында ұстағыш бар мындай. Қолыңызды іліп қойсаңыз да. Сосын бұның ішінде өзінің мынандай заты бар екен. Бұл мына шетінен ашылады. Кисточка екен. Қылқалам. Бұны былай кесіп қойсаңыз, қалам сияқты болады. Несі қаламы тиын сияқты, өте жұмсақ. Қолға ұстауға жағымды екен. Және бұл немен қоса, бұнымен қоса мынандай кітапша келді. Бұл сурет салуға арналған қағаз екен. Бұны былай жан-жақ клейленген. Мына жерден ғана шығуға болады екен. Мен оны енді дұрысы қалай екенін білмедім. Білсеңіздер айта жасарсыздар. Мына жерде былайынан кесіп осылайынан кесетін сияқты. Сосын бұл былай ашылады, соған ыңғайлы екен. Бұның себебі, мен ойлаймын, мынау қағаз деген сурет салған кезде, суланған кезде жиналып қалмас үшін барлық жағын ұстатып тастаған сияқты. Ол да дұрыс шығар. Бұны әлі көрген жоқпын. Бұл жайында жеке видеолар жасаймыз. Енді красканың өзіне келсек, ашық көк, қою көк, қызылдың қоюы, ашық қызыл, сарының қою сары, мынау сарының өзі қара түс, қоңыр түс, қызыл қоңыр, оқыра, суық жасыл, жылы жасыл. 12 свет, 12 түсі. Бұның размері де кішкентай ғана екен. Қаншаға жететінін білмеймін. Келесі сабақтарымызда осы Рембрандтпен орыстардың шығарып жатқан краскаларының ішінде қазіргі кезіндегі Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург деген краскалармен салыстырып жеке сабақтар жазамыз. Осы келесі кездескенше.